Баршаңызға сәлем, сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай ыстық тамақ дайындайтын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Жасалу жолы өте қарапайым, бір жасағаннан шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер, көп уақыт алмайды. Бізге қажет болады ет, саңырауқұлақ, пияз, сарымсақ. Осылардың бәрін алдын ала жуып, тазалап, ашып дайындап аламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Себебі жаңадан шыққан видеоны бірінші болып көре аласыздар. Және барлық етімізді осылай турап аламыз, біркелкі етіп. Келесі кезекте саңырауқұлағымызды да осылай турап шығамыз. Ортасынан бөліп, осылай турап аламыз барлығын. Турап болғаннан кейін, міне саңырауқұлақ көп деп ойламаңыздар, себебі ол кішірейеді. Толық құрамын описание бөліміне жазып кететін болам. Пиязымызды осылай турап аламыз, сарымсағымызды майдалап турап шығамыз. Барлығын осылай алдын ала дайындап қоямыз. Ендігі кезекте қуыратын боламыз. Қазанымызды оттың үстіне қойып, үстіне сұйық майды құйып, қызғаннан кейін оның үстіне етті салып, жақсылап араластырамыз. Етімізді жақсылап араластырып аламыз, жабысқанмас үшін жан-жағына. Жақсылап араластырып болғаннан кейін қазанның бетін жауып қуырамыз. Бетін жапқан кезде еттің суы шығады. Осылай араластырып, бетін тағы жауып қоямыз. Суы тартылғанша жақсылап қуыру керек. Енді осының үстіне саңырауқұлақты салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, осының да бетін қазанның қақпағымен жауып қоятын боламыз. Себебі саңырауқұлақтың да суы шығады. Қазір көресіздер, міне қуырылғаннан кейін осылай біраз уақыт өткеннен кейін суы шықты. Осылай араластырып, жақсылап қайтадан бетін жауып қоямыз. Достар, менің каналымда көптеген тағамдардың, қарапайым тағамдардың түрлері бар. Жасап көрсеңіздер болады. Ыстық тамақ, выпечка және сусындардың түрлері бар, тәттілердің түрлері бар, көрсеңіздер болады. Енді осының үстіне, тамақтың үстіне дәміне қарай тұз, қарабұрышты қостым. Сіздер қосымша приправаларды қоссаңыздар болады. Мен осы екеуін ғана қосып, жақсылап араластырып, бетін жауып қойдым, суы тартылғанша. Міне жақсылап суы тартылды. Енді осының үстіне пиязымызды салып, жақсылап араластырып, қуырып аламыз. Бетін жауып, 1-2 минутта қуырып аламын мен қазір пиязымызды. Міне қуырылғаннан кейін осының үстіне сарымсақты қосып, жақсылап араластырамыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мен үшін өте маңызды. Міне, енді бетін жауып болғаннан кейін көрдік, дайын болды. Енді мен міне тарелкаға салып, гарнирге рисспен бердім. Сіздерде осылай ұсынсаңыздар болады. Ристің орнына басқа пюре, макарон қойсаңыздар болады. Ас болсын, жасап көріңіздер міндетті түрде. Дәмі керемет болып шығады. Сау болыңыздар.